Ал достар, башыларыңызға қайырлы кеш. Футболға келіп қалдық. Чисто қатысушылар мен редакция арасында бір шешілмей жатырған. Бүгін біз ұтамыз. Қатысушылар ұтады. Сол шешілмей жатқан бір нәрселер бар міне. Нұржан келді. Бүгін бұйыртса біз ұтамыз. Мен енді келдім ше, көмектесуге. Результатын айтамыз қазір біраздан кейін. Уже есеп 1-0. Біздікі бір гол салды. Күшті ойын болып жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Денсаулық, үй, жаман есімі бәрі қалай болып жатыр өздеріңізде? Бізде бәрі дұрыс, нормально. Көресіздер, бүгін 14:30-да бірінші канал Евразия қосулы болсын. Кешеден кейін не істейміз, қалай болады, бәрін уақытқа саламыз енді. Барлықтарыңызға сәттілік. Басталды. Бүгін бізде редактормен ойын болайын деп отыр. Пошли тогда, собираем полностью все мячи, убираем в сторону. Дайын, қызу. Дайынбыз өшім. Опа. Өшім қызық ойын. Бүгін ұтамыз деген ойдамыз. Пейілдеміз. Нұржан, өзің дай, Нұржан дай. Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаларыңызға. Енді келіп студияға алдына дайындық. Нелер білмей оған сонда бала. Қора. Не білдіріп жүрсің сен жалпы, бауырым? Олай болады деп ойламадым. Нағы жігіт. Екеуі де білдіретіндер отырып апты ше, екеуі де ше бүгін. Не отырсың я? Екеуін біреуін жобадан шықсын. Айтыңызшы, кетсін. Сөз бар, қолынан келе ма? Істей алмайсың ба? Жобама дейді да. Дұрыс емес па? Қалай түсінсек болады, айтыңыздаршы. Білгендерін істейді да, сол кәйті. Тиманы енді түсініп отқан сияқты мен Тиманы ше. Шыта, бауырым. Су төкті деді ма, не төкті деді. Ең басты абыройын төгіп алмасын. Ал күндерін сәт. Енді эфирден кейін тойға келгеннен көріп білесіздер ғой енді. Мәкең күтіп қалыпты, досым ғой. Күтіп қалғаннан кейін енді кінәмізді жуып шайыншы деп өзімді тамаға берейін деп жатырмын. Негізі қазақтың тойын білесіздер ғой. 5 деп шақырған, 7 болды, тірі жан жоқ. Жақын жерде дәмхана бар екен. Сол жаққа келіп, шай ішіп, пепси бар, мына брат бар. Бүйтіп қойшы брат. Бөлек сөйтіп мына жігіт бар. Қазір бір әдемі тойдың алдында талқылау. Той жарамыз иншалла, айтшы. Мына жігіт бар кезде айран ғой. Бұл жігіт мен роднойым, музыкант, топ, диджей. Реклама мощный кетіп отыр саған, Не істеп отырсыздар жалпы? Жаным, балапан да, сары балапан. Не істеп отырсыңдар? Балапан болып адырықта я, не құйтып атсыздар бән? Қойыңдаршы десе. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін күндеріңіз қалай өтті? Эфир қалай болды жалпы сіздерге? Мен үшін бүгін кішкене ауырлау болды. Көрген болсаңыздар. Эфирден кейін шығып, кішкене тамақтанып, футбол ойнауға келдім. Футбол ойнап мен өз рахаттанамын негізі. Өз сабырлығымды футболдан аламын. Кезінде қатыстым, бүттім, бірақ біздің футболист шықпады, өкінішке орай. Бірақ мен үшін футбол номер 1. Спортпен айналысу керек. Кішкентай балаларды көріп, менің жас кезім есіме түседі. Жалпы футбол ойнап тұрыңыздар, спортпен айналысыңыздар. Бүгін барлықтарыңызға бүгін Бека, жаным Бека емес, мынау үшін ғой, уважение ше. Қалай бүгін ұтамыз ба? Настрой жақсы қарсы біздің балалар. Біріншіге бал чекатыңды сбор. Анау Бека жынды негізші, киіп алғаның қарындаш. Базар жоқ. Астын көрсетші мынаны. Мынау жылайын деп тұр ғой қазір. Редакция қаяқтасын да. Мынау Мауриньо тренер болып жүр ғой. Ондар уақыт жоқ бізде, тез. Мен шапамен ойнай беремін сендерменше. Мынау қызық болып тұр маған. Барса фандар көрсет жылайтын сияқты ма? Бека, алдыңғы жыл қорқынышты ғой барсалардың, Түсіне айналған форма ғой бұл. Барса дейміз ба, Барселона дейміз ба? Наксіменен өмірде жоқ футбол киіп аламын мысалы. Мынау, қарашы мынау. Мынау Диас емес, мынау үшін ғой енді. Көрдің сен. Бүгін
мен өзімнің бір басымда қанша жұмысым бар екенін айта кетейін. Мен білесіздер БШ дүкенінің амбассадорымын, одан кейін Coral Club компаниясында сетевойда жұмыс жасаймын. Одан кейін тағы бір екі магазин, бір дүкендердің амбассадорымын. Ол жағын мен ашық айта бермеймін. Плюс рекламалар жасаймын, плюс тойға шығамын. Скоро тағы бір магазиннің стримін жүргізетін болып шешіп жатырмын. Бұйырса, бір басымда 1045 жұмыс бар. Жұмыс істемей, жұмыс жоқ, әкімшілік кінәлі, өкімет кінәлі, 5 балам бар, 10 балам бар дейтін келіншектерді түсінбеймін мен. Бірақ қатты айтқым келмейді, маған иногда дайректер жатты, осындай деп. Қол аяғыңыз бар ма? Құдай сізге денсаулық берді ма? Жұмыс жасаңыз. Тұрыңыз, еңбек етіңіз, мүмкіндік беріліп тұр ма? Біреусін қалт жібермеңіз да. Мен Через 300 метров менде де ажырасып поверните кеткен направо, кезінде во двор, қиыншылық а моменттер затем болды. плавно поверните налево. Онда қабаттасып қиыншылық кездер болды ажырасып кеткен кезімде. Мен квартираны жалдадым, тұрып жатқан квартирама. Сөйтіп солардың көгеріп кеткен бірінші айында нанын жеген кезім болған менің. Қатты қиналдым ақшадан, иә. Но мен біреуге алақан жайып никогда сұраған емеспін. Қандай жағдайда болсам да, Құдай алақан жайып сұратпасын. Тек берушілердің қатарында болайық деймін. Құдайға шүкір беріп те көмектесіп те жатырмын, но при этом шүкір Аллама деймін да, осындай мүмкіндік беріп жатқан. Кеттім, Коралдағы жұмысыма кетіп баратырмын.